Қазақстанда аяқ киім өндірісі Алматы, Тараз, Шымкент, Қарағанды, Астана қалаларында кеңінен таралған. Дәлірек айтатын болсақ, Алматыда Shoes Republic, Қарағандыда Қарағанды аяқ киім фабрикасы, Шымкентте Lux Shoes, Заря, Таразда Тараз Кожобыев, Астанада Арлан фабрикалары. Аяқ киім жасау алдымен дизайнын ойлап табудан басталады. Сән тенденциясына, нарық сараптамасы және бұрынғы жиынтықтардың сатылу нәтижелеріне қарай сұранысқа ие болатын жаңа үлгілер жасалады. Аяқ киім өндірісінде отандық, шетелдік табиғи былғары, экологиялық таза материалдар, бөлшектер қолданылады. Зертханада болашақ бұйымның стилі жасалып, нобайы дайындалып, суреті салынады. Ол бойынша аяқ киімнің қалыбы, шикізат материалдары мен табанының қалай болатыны анықталады. Олар таңдалып, құрастырылған сәтте самалық үлгі дайындалады. Ол сынақтан өтіп, нобайына түзетулер енгізіліп, тек соңғы мәрте келісіліп, бекітілгеннен кейін ғана үлгі топтама өндіріске жіберіледі. Сынау үлгісін қолдану арқылы бөлшектер топталып шығарылып, әр өлшемге сай шаблондар жасалады. Киім пішуші тапсырма алып, осыдан кейін тері мен матаның көмегімен арнайы кескіштер арқылы болашақ аяқ киімнің үстін, астын және аралық бөлшектерін кеседі. Тігін цехында пішілген бөлшектер біріктіріліп, ылғалдандырылады. Содан кейін бұйым табиғи жағдайда кептіріледі. Бұған бір тәуліктей уақыт кетеді. Соңында аяқ киім сапа бақылау бөлімшесінен өтіп, ақаудың бар жоқтығы тексеріледі. Содан кейін ғана аяқ киім қорапқа салынып, дайын өнім қоймасына жөнелтіліп, сауда орындарына тарқатылады. Қазақстанның аяқ киім фабрикаларында туфли, бәтеңке, қонышсыз бәтеңке және етік тігіледі. Кәсіпорынның барлық өнімі күнделікті ерлерге, әйелдерге, әскери күш құрылымдарына арналған аяқ киім және жұмысқа арналған қорғаныс аяқ киімі деп 3 санатқа бөлінеді. Алматы қаласы аяқ киім өндірісі бойынша көш бастап тұр. Одан кейін Шымкент Lux Shoes фабрикасы мен Таразда орналасқан Тараз Кожобыев үштікті жауап тұр. Бұл өндіріс көзінің оңтүстік аймақта шоғырлануына былғары, жүн, мақта секілді шикізаттардың жақын орналасуы тікелей әсер етеді. Бұл зауыттардың инвесторлары жоқ, яғни зауыттар өз бетінше жұмыс істеуде. Елімізге аяқ киімнің негізгі жеткізушілері Ресей, Өзбекстан, Қытай, Түркия және Беларусь мемлекеттері. Қазақстанда жасалған аяқ киімдердің басым бөлігі ішкі нарықта сатылады және ТМД елдеріне аз ғана партиядан экспортталатын болғандықтан аяқ киім экспорты туралы нақты статистикалық ақпараттар жоқ.